Сәлем, егер менің каналым саған ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгін 9 сыныптың өршіткілер, тежегіштер тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ: өршіткі деген не, олардың рөлі қандай? Катализдік реакцияларға мысал келтіріңдер. Бірінші сұрақтың жауабы: химиялық реакция жылдамдығына мейлінше әсер ететін маңызды фактор өршіткілер. Химиялық реакцияны тездететін, бірақ реакция нәтижесінде жұмсалмай қалатын заттар өршіткілер деп аталады. Өршіткі қатысында жүретін реакциялар катализдік реакциялар деп аталады. Организмдегі нәруыздардың, майлар мен көмірсулардың өзгерісі ферменттердің қатысуымен жүзеге асады. Бұл катализдік реакцияларға мысал бола алады. Екінші сұрақ: гомогенді катализ және гетерогенді катализ дегенді қалай түсінесіңдер? Екінші сұрақтың жауабы: әрекеттесуші заттар мен өршіткі бір агрегаттық күйде болатын катализ гомогенді катализ деп аталады. Яғни, әрекеттесуші заттар бізде газдар болса, оған өршіткі ретінде газ да қолданылады. Ал әрекеттесуші заттар мен өршіткі әртүрлі агрегаттық күйде болатын катализ гетерогенді катализ деп аталады. Мысалы, әрекеттесуші заттар бізде қатты зат пен газ болса, оған өршіткі ретінде мысалы сұйық зат болуы мүмкін деген сияқты, бұл бізде бұл кезде гетерогенді катализ деп аталады. Үшінші сұрақ: зертханада оттекті бертолле тұзынан сутек пероксидінен марганец оксиді өршіткі қатысында алады. Аталған реакциялар катализдің қай түріне, гомогенді немесе гетерогенді катализ қайсысына жатады? Түсіндіріңдер, тиісті реакция теңдеулерін жазыңдар. Үшінші сұрақтың А жағдайы: бертолле тұзынан оттек газын алуымыз қажет. Калий хлор О3 температура әсерінен және өршіткі бізде марганец диоксидінің әсерінен калий хлор және де оттек газы шығады. Реакцияны теңестіру үшін оттектің алдына 3 қоямыз, калий хлор мен бертолле тұзының алдына 2 қоямыз. Бұл бізде гомогенді катализдік реакция, себебі марганец диоксиді және калий хлор бізде ұнтақ тәріздес болып келеді. Келесі А жағдайы: сутек пероксиді бізде өршіткі ретінде марганецтің диоксиді қатысады. Нәтижесінде бізде су мен оттегі түзіледі. Бұл реакцияны теңестіру үшін су мен сутек пероксидінің алдына 2 қоямыз. Бұл бізде гетерогенді катализдік реакция, себебі марганец О2 бізде ұнтақ тәрізді, ал нәтижесінде бізде сумен, яғни сұйықтықпен газ пайда болды. Төртінші сұрақ: тежегіштер деген не, олардың маңызы қандай? Төртінші сұрақтың жауабы: өршіткілерге қарама-қарсы химиялық реакцияны баяулататын заттар да болады. Химиялық реакцияның жылдамдығын баяулататын заттар тежегіштер немесе ингибиторлар деп аталады. Металдарды жемірілуден қорғауда, тағамдарды сақтауда, кездейсоқ жарылыстардың алдын алуда, тірі организмдердің түрлі аурулардан қорғауда, мысалы дәрі пайдалануда тежегіштердің маңызы ерекше болып табылады. Видеоны соңына дейін көргеніне рахмет. Міндетті түрде достарымен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа.